Мирас пен Айшаның ата-анасы бүгінгі демалысын балалармен өткізуді жөн көреді. Олар демалыстарын музейге барып арнауды жоспарлайды. Алайда Мирасқа бұл ой онша ұнамайды. Оның ойынша музейдің ішінде жай ғана ескі заттар бар деп есептейді. Бірақ ата-анасы басқа экспонаттарды қарап жатырған кезде Мирас киіз үйдің жанына келіп, оны қызықтай бастайды. Киіз үйдің ішіне кірген кезде жұмбақ нәрсе орын алады. Қош келдің балам. Сен қазақтың қара шаңырағына кірдің. Мен сенің ата-бабаңның баспанасымын. Сен білесің бе, мен қазақ халқының ұлы мұрасы, көшпенділердің алтын бесігі болдым. Сен сөйлейсің бе? Я, мен көп нәрсені көрдім. Ұрпақтан ұрпаққа қазақтың дәстүрін сақтап келемін. Менің әрбір бөлігім қасиетті белгі. Бізді танымайтын ұрпақ қалмасын. Мен шаңырақпын. Отбасының, бірліктің, елдіктің белгісімін. Қазақтар мені биік көтеріп, әрқашан қадірлеген. Әр қазақ мені биік ұстап, мені көргенде өзінің үйін, отанын еске алады. Әкем шаңырағың биік болсын деп айтушы еді. Бұл бекер емес екен ғой. Бір кезде бесік тербеле бастайды. Ал мен болсам, әр қазақтың баласы жатқан қасиетті орынмын. Мені әжелер әлдилеп, сәбидің болашағын жарқын ететін дұғаларын оқыған. Балам, бесіктен басталған тәрбие ең асыл мұра. Анам мені осындай бесікке бөлеген екен ғой. Я, мен баланы таза ұстаймын. Оған жылы алақанымды ашамын. Қазақ үшін мен қасиетті ұямын. Қандай керемет. Бесік, сен не деген әдемісің. Мен болсам, қазақтың молшылығының белгісімін. Мен қазақтың дастарханын сақтадым. Ата-бабаларым менде құрметті қонаққа дәм сақтаған. Міне ғажап, қандай керемет. Бір кезде Мирас ат әбзелдерін байқайды. Сол кезде ер-тоқым да сөйлей бастайды. Мен болмасам, қазақ атқа қона алмайды. Көшпенді халқым менімен алыс сапар шекті, жорыққа шықты. Мен қазақтың еркіндігі, мен жеңісінің белгісімін. Ал мені қазақ тек атқа міну үшін ғана емес, тәртіп пен биліктің белгісі ретінде де қолданды. Батырлар мен билер менімен әділдік орнатқан. Сонда қазақ үшін жылқы қасиетті жануар ма? Әрине, жылқы қазақтың қанаты. Ал мен бабалардың жауынгерлік рухымын, батырлардың серігімін. Қазақ жерін жаудан қорғаған талай батыр мені серік етті. Сен соғысу үшін қолданылдың ба? Тек соғысу үшін емес, отанды қорғау үшін. Батырлар мені серік етіп, намысын сақтады. Қазақ баласы әрқашан ержүрек болу керек. Бір кезде төрдегі тұрған домбыра үн қатады. Бірақ тек қылышпен емес, өнермен де жеңіске жетуге болады. Қазақтың үні мен жүрек сыры менің қос ішегімде жатыр. Домбырадан әкем күй шертеді. Ол да бабалардың мұрасын жеткізіп жүр екен ғой. Ал мен болсам, шөлдеген жолаушының серігі болдым. Менің ішімде қымыз, шұбат, су сақталып, бабаларымның жолын қысқарттым. Сен шынымен де көшпенділер үшін өте маңызды болған екенсің. Я, балам, менімен талай батыр сусындап күш жинады. Құдықтан алынған су менде тұнып, қымызым балдай дәмді болатын. Өте керемет. Сен әлі де керек екенсің. Балам, сен менің ою-өрнектеріме қарашы. Әр сызықта бір тарих бар. Әр өрнек бір оқиға. Мен қазақтың қолөнерін, мәдениетін жеткізіп келемін. Шынымен де әр өрнектің мағынасы бар екен. Ал мен болсам, қазақтың бірлігі мен қонақжайлылығының белгісімін. Мені қасиетті Түркістанда жасап, үлкен ас беретін жиындарға қойды. Қазақ қонақты ерекше құрметтеген. Мәссаған, қазақ халқы шынымен жомарт екен ғой. Мен қобызбын. Мен қазақтың жанын, рухын жеткіземін. Менің әуенім жүректерге жетеді. Қазақ даласының үні болдым. Қандай керемет. Әр нәрсенің өзінің тарихы бар екен ғой. Балақай, есіңде болсын. Ұлттық құндылық сенің тамырың. Өткенді білмей, болашаққа қадам басу қиын. Әкешім, музей деген керемет екен ғой. Онда біздің ата-бабамыздың бүкіл тарихы бар екен. Біздің тарихымыз бай, салтымыз ғажап екен ғой. Дұрыс айтасың, балам. Біз өз құндылықтарымызды білуіміз керек. Міне балалар, өткенді білмей, болашақ жоқ. Бабалар аманаты бүгінгі ұрпаққа жол басшы. Ұлттық құндылықтарымызды ұмытпайық, оларды құрметтейік. Себебі олар біздің тарихымыздың тірі куәсі. Ұлы дала мұрасы мәңгілік.